Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгінгі видеода итмұрынның пайдасы жайында айтатын боламын. Итмұрынның құрамында Менделеев кестесінің жартысы бар деуге болады. Итмұрынның тамыры, жапырағы, жемісі адам ағзасына өте шипалы. Құрамындағы аскорбин қышқылы қарақатқа қарағанда 10 есе, лимонға қарағанда 50 есе артық мөлшерде болады. Медициналық тұрғыдан итмұрынның құндылығын оның құрамында көп мөлшерде болатын С дәрумені арттырады. Сонымен қатар итмұрынның құрамында В, К, тұқымында Е дәрумені, каротин, қант, сондай-ақ илік, пектинді, бояулық заттар, органикалық қышқылдар, минералды заттар, макро-микроэлементтер болады. Медицинада итмұрынды поливитамин ретінде, ағзада дәрумендер жетіспегенде, атеросклерозға қарсы, қан қысымы көбейгенде, қан аздықта, иммунитетті көтеруге, сынған сүйекті тез бітіретін және бауыр ауруларын емдейтін дәрілік өсімдік ретінде пайдаланады. Итмұрыннан тосап жасайды. Жемісін кептіріп, қыста тұмауға қарсы қайнатып ішеді. Гүлдерін шайға қосып бұқтырып ішеді. Әдемі гүлдерінің арқасында көгалдандыруда да кең қолданыста. Бұтағы тікенекті болғандықтан қоршаудың орнына өсіруге де болады. Итмұрын шайы антиоксиданттар, флавоноидтер, дәрумендер, минералдарға өте бай. Диарея ауруы кезінде ішуге кеңес беріледі. Халқымыздың ежелден дәрі ретінде қолданып келе жатқан өсімдіктерінің бірі итмұрын. Ол республикамыздың барлық өңірінде, әсіресе таулы аймақтарда көп кездеседі. Итмұрынның 60-тан астам түрі болса, соның 13 түрі дәрі жасауға кәсіпорындарда пайдаланылады. Бізде итмұрынның кең тараған 4 түрі бар. Қоңыр қаралтқым, сопақша қызғылт, тікенді, қара домалақ болып келеді. Осылардың барлығын дәріге қолдануға болады. Бұлар сапасы, дәрілік қуаты жағынан өзара ерекшеліктерге ие. Мәселен, қоңырлары мен қарасы басқа екеуіне қарағанда дәрумендер жағынан 4-5 есеге дейін артық болады. Қызылы мен тікенділерінде 300 бірліктен сәл жоғары болса, қалған екеуінде 1200-1500 бірлік дәрумендер бар. Сондықтан да дәріханалар итмұрын тұнбаларын жасап, түрлі тері сырқаттарына майлар әзірлейді. Итмұрынды күзде піскен кезде жинап, жел қағып тұратын көлеңкеде кептіреді. Таза ыдыста ұзақ мерзімде сақтауға болады. Ал қысқа қалып аяз ұрса, С дәруменінен айырылып қалады. Итмұрынның құрамындағы қант 18, С дәрумені 6%-ға дейін болса, бұл 40-50 есе қарақаттан, 100 есе лимоннан артық деген сөз. Адам осының 5-8 данасын ғана күнделікті аспен бойына сіңірсе, қажетті дәруменді толық алды деп есептеледі. В2, К, Е, каротин 12-18 мг, органикалық қышқылдар, алма және лимон заттары, эфир майлары, минералды тұз, темір, марганец, фосфор, кальций, молибден, хром, мыс, тағы да басқа заттар көптеп кездеседі. Итмұрынның дәні ғана емес, жапырақтары мен гүлін де жинайды. Гүлінде эфир майлары көп болса, жапырақтарында С дәрумені баршылық. Күзде тамырын да жинайды. Тамырын турап, бір ас қасығын жарты литр суға 10 минут ақырын қайнатып ішсе, бойдағы зат алмасуды реттейді. Жұмыс қабілетін арттырады. Қан құрамын жақсартады. Түрлі жаралардың жылдам жазылуына ықпал жасайды. Сонымен қатар өтті айдайтын, зәрді жүргізетін, сұйық болып өтетін ішті тоқтататын, туберкулездің алдын алатын, тәбетті ашатын дәрі десе де болады. Адам күніне 2 грамм ұнтақталған итмұрынды жеп отырса, сергектік сыйлап, жыныс қабілетін көтереді. Ұнтақталған дәнді 5 минут ақырын қайнатып, термоста 30-40 минут ұстап, шектеусіз іше берген жағдайда еске сақтау қабілетін жақсартып, ағзалардың жасаруына септігін тигізеді. Осы орайда ескеретін бір жайт, аталған тұнбаны тістің арасынан өткізіп ішуге болмайды. Өйткені тістің эмалін кетіретін қышқылдар бар. Адамның жұмыс қабілеті төмендеп, жылдам шаршайтын болса, қан құрамы өзгеріп, өкпеде туберкулез белгілері байқалса, бауыр, өт, қуық жұмысы ырғағы бұзылып, көңіл күйді бұзатын болса, төмендегідей әдістерді қолданған жөн. Бір ас қасық ұнтақталған итмұрын дәнін 400 грамм қайнап тұрған суға салып, су моншасында 15 минут қайнатады. Бір тәулік бұқтырады. Осыдан әр жолы жарты стақаннан күніне 2-3 рет ішеді. Балаларға осыған бал қосып береді. Итмұрын тамырынан ұнтақталған бір ас қасықты 500 грамм
суға 15-20 минут ақырын қайнатып, жатырдан қан кеткен кезде астан бұрын 150 граммнан ішеді. Жатырда миома болған жағдайда итмұрынның ұнтақталған дәнінен 1 шай қасық, 1 ас қасық аю бадам, 1 шай қасық бал, талшын ағашының жемісінен 1 шай қасық, жұмыртқа қабығынан жарты шай қасық қосып, бәрін араластырып, күнделікті астан соң жеміс шырынымен ішеді. Қан аздыққа 2 ас қасық ұнтақталған дәннен 500 грамм суға 10 минут ақырын қайнатып, бұқтырып, астан бұрын 150 граммнан қабылдайды. Күніне 3 рет қабылдауға болады. Зәрді ұстай алмайтын жағдайда 4 ас қасық ұнтақталған дәнді 1 литр суға 30 минут ақырын қайнатып, қайнап болған кезде 2 ас қасық гүл ұнтағынан салып, тағы да біраз қайнатады. Бұқтырып қойып, таңертең және кешке 1 стақаннан ішуге болады. 15-20 күн бір емделу барысы. Көз бұлшықтанып, басқа да жеңіл-желпі ауруы болғанда, итмұрын гүлінен 1 шай қасықты 300 грамм суға 15 минут қайнатып, тұндырып қойып, салқындаған соң көзді жуады. Бетті осы сумен жуса, терінің өңін келтіреді. Итмұрын құрамындағы С дәрумені қылтамырлардың сыну және жарылу мүмкіндіктерін азайтады, керілу және созылу мүмкіндіктерін арттырады. Құрметті достар, егер де видео сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Және алда қандай тақырыпта видео күтесіздер, жазып кетіңіздер.